Я достар, бүгін мен 2017 жылы шығып бірден танымал болып кеткен ойын туралы айтатын боламын. Granny. Бұл ойынды девелопер деген студия жасаған. Бұл ойында еркін жүруге болады. Бізге кәрі қолына бита ұстаған әже қарсы. Сюжет. Біз өзімізді үйден шығармайтын ессіз әженің үйінде ойнайтын адам ретінде ойнаймыз. Үйден шығудың жалғыз жолы ол көптеген құлыптарға жабылған алдыңғы есік. Ойыншы қарғыс атқан үйде мүмкіндігінше тез шығып есіктердің құлпын біртіндеп ашу керек. Алайда ең бастысы әженің қолына түспеу. Геймплей. Granny ойында екі негізгі кейіпкер бар. Әже және ойыншы. Ойыншы алдыңғы есікті ашып, үйден қашу үшін әртүрлі заттарды жинау керек. Бұл үшін ойыншыға небәрі 5 күн беріледі. Бірақ егер ол easy немесе нормал қиындықтармен ойнаса, жертөледе сурет жинау арқылы қосымша күн алуға болады. Бұл әрекеттердің бәрін ойыншы мүмкіндігінше тыныш әрі байқамай жасау керек. Әйтпесе әже оны талдырып және келесі күн басталады. Күн сайын ойыншы ақсап, экранда 4-3 күнде қан пайда болады. Егер сен 5 күнде шықпасаң, Granny сені өзі өлтіреді. Әженің үйінде ойынға қажет көптеген әртүрлі заттар бар. Олардың арасында балға, сым кескіштер, бұрағыш, сейф кілті, негізгі кілт, құлып кілті, қару кілті, қарбыз, тұтқа, ойын үйінің кілті, көлік кілті. Сондай-ақ егер сіз қатты немесе экстремалды қиындықта ойнайтын болсаңыз, онда негізгі есікте қосымша құлыптар пайда болады. Ойын өте қорқынышты. Granny'дің үйінде жүріп, сенде саған біреу қарап тұрғандай сезім пайда болады. Granny кәрі әже болса да құлағы қатты естиді екен базар жоқ. Мен бұл ойынды соңына дейін өткен жоқпын. Егер қалсаңдар екінші арнама түсіремін. Комментарияға жазып кетіңдер. Granny ойынның графикасы керемет деп айта алмаймыз. Granny'дің тағы 2 бөлім бар. Екінші бөлімде біз Granny'дің шалын көре аламыз. Ал үшінші бөлімде болса біз Слендеринаны көреміз. Походу Слендерина Granny'дің қызы. Походу, мен қызы білмеймін. Және де видеоның соңына менің осы ойынға бір ойым бар. Granny ол кәрі, соқыр, бірақ жақсы естейтін, неге екенін білмеймін, ол жынды. Ал біз болсақ бұл ойында үлкен еркекпіз, мықтымыз, Ал неге чорт болып жүрміз, сол Granny'дің жанына кеп мощный шапалақ беріп тастамаймыз да? Не қиын ол келесінде нелогично. Ал бүгінге осы. Сіздермен болған ол жас Тоқыбай достар. Егер видео ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал сау болыңдар.